Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін біздің ең алғашқы подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі подкасттың жалпы тақырыбы начинающий трейдерларда қандай ошибка болмау керек, қандай ошибка допускать етпеу керек, және де қалай бір жарым екі жылдың ішінде трейдинг арқылы жақсы капитал отырғызуға болады. Мына жігіттің аты Сұлтанәли, мына жігіттің аты Әлібек. Так, жігіттер, өздеріңіз жайлы айтып кетсеңіздер. Есім Сұлтанәли, Мирас екеуміз традиционный бизнесте партнер болып келеміз. Мирастың арқасында трейдинг деген саланы көріп, тестілеп, қазір осы салада начинающий кішігірім трейдер деп айтуға да келеді. Әлібек? Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Мен есімім Әлібек болады. Трейдинг осы 2024 жылдың соңғы жаз айында келген болатын. Мирастардан оқып, қазір действующий трейдер. Все хорошо. Так, ең бірінші тақырып бар ғой. Начинающий трейдерлар бар, жалпы трейдингті естімеген адамдар бар ғой. Солар қандай ошибка допускать етеді негізінде? И қалай жалпы не ойлайды трейдинг туралы? Көбісі казино деп ойлайды, ана pocket option, бинариум дегендердің кесірінен. Көбісі ойлайды, ақша тез табуға болады деп кіріп кетеді. Мен қазір примерно $100 бастаймын дейді да, қазір примерно 1 сағаттың ішінде $1000 апарамын дейді. Это уже психологически невозможно, да? Адам как бы өзін фиксация жасайды, мен қазір істеймін дейді да, а на самом деле оның ішінде тек қана казино. Жалпы трейдингқа келіп, оны жұмыс жасаймын, бір жұмысқа алып келем, жұмыс ретінде қараймын десе, адам неден бастау керек? Бүкіл проблемалардың бәрін алып тастап, пошагово жасау керек. Міне, трейдинг ол не? Жалпы, қалай табысқа шығуға болады? Теханализ. Жалпы бізде технический анализдер өте көп қой. Біреуін таңдау керек, өзіне психологически дайындау керек. Просто бұл жақта психологический аспект өте важный, да? Мысалға, кейбір балалар бар, миллион теңге таппаған, олар табатын айлықтары қанша? 200 000 теңге. Миллион теңге қолына беріп қойшы, не істейді? Ар жаққа барады шашады, мына жаққа барады шашады. Бұл жақта дәл осындай ғой. Сонда адамның өзінің сущностін трейдинг көрсетеді дейсіз ғой. Тікелей. Ешқандай психолог керек емес. Керек емес. Айна бар, айнаға қарайды, өз келбетін көреді ғой, жалпы не болып жатқан. Енді адам не істейді? Таңертең тұрады, жуынады, тісін шаяды дегендей ғой. Мысалға, бетінде мына жақта бір безеу пайда болды ма, енді одан құтылу керек, бір әрекетін жасайды ғой. Дәл солай трейдингта да ғой. Ол зеркальное это все. Керемет мысал. Мен осы трейдингті ең алғаш 2021 жылдары, 20 жылдары естіп бастадым да, карантин кезінде. Бірақ нақты сенген жоқпын. Екеуміз қалай партнер болдық 2023-тен бастап, сол кездері уже көріп жүрмін да, Мирас қалай жұмыс жасап жүр. Барлық жерге үлгереді. Былай қарасаң өзінің кәсібін де істеп отыр, помимо трейдингті де жасап отыр. Және де трейдингтің өзінен сен қателеспесем сол кезде $400 000 под управление болған, екеуміз танысқан кезде. Незе про компаниядан болған. Мен ол $400 000 қайдан алды, қалай болды, соның бәрін интерес қуалау арқылы осы салаға жалпы көзім жетті істеуге болады екен. Күнде допрос жасайды, мынау қайдан шықты, не шықты деп. Екеуміз күнде отырамыз, кішігірім 15-20 минут отчет жасаймыз, ары қарай 2 сағат бойында қазбалаймын ғой. Не істеп жатсың, қалай бұл сонда, бұл құлап кетсе не болады, бүкіл ақшамнан айырылып қалам ба? Соның барлығын живой өзінен есту арқылы көзім жетті. Именно Әлібек деген студентінде көріп отырмын, нәтижелер өте керемет. Жалпы андай ғой, трейдингті қиындатып алады кейбір адамдар андай. Ойлайды, ойбай, анализ жасау керек, графикті ашады, түсінбейді. Мен басында графикті ашқанда қиын көрінетін маған ше, не мынау деп. Бірақ та дұрыс стратегия тауып алсаң, болды, график уже сен четко түсінетін боласың. Это первый момент. Екінші момент, трейдингте ең басты нәрсе, психология дейміз, психология мен риск. Ең маңызды. Недавно мен чемпионат мира по трейдингу көрдім, бірақ ол фьючерсте өтті, форексте емес. Егер форексте өтетін болса, мен скорее всего оған баратын едім. Скорее всего. И жақсы орын аламын деген ойдамын да. Сол жерде ең мықты адам кім болды білесіздер ма? Рискті қатты сақтаған адам, 2 күн торговля болды, $50 000 реальный счетпен депозит. Қатты риск сақтаған адам бірінші орын алды. Қалғандары риск сақтамады, олар төменгі орынға түсіп кетті. Тіпті нольмен жабылған адам, анау ешқандай сделка ашпаған адам 3-ші орын алды ғой. Жалпы осы риск бойынша айтып кеткенім бар. Айтып кететін, точнее, 2024 сол жаз айында сені қарап жүрген кезде сенде прop компаниялар туралы история болған. Сен инстаграмға салған едің,
қарап жүрдім проб компания не екенін, қалай екенін. Енді ол кезде менде традиционный бизнес болған. Традиционный бизнесті істеп и какой-то бір степенде қарызға кіріп кеткен болатынмын да. Менде онша көп ақша болған жоқ. Мен ойладым, егер қазір мынау проб компанияны алатын болсам, істесем маған пайда алып келе ма дегенде қарап жүрдім, зерттеп жүрдім, чат GPT-мен сөйлестім. Сонда бір 80% я деген жауап келді да мағанша. Как раз августтың соңында мен саған жаздым, типа обучение бар ма жоқ па дегендей, сөйтіп бастап кеткен едік қой сентябрьда ше. Сентябрьде бастап, октябрьдің примерно ортасында біттік. Сол кезде алғашқы проб компаниямды алған едім. Проб компания алған кезде бірінші 5 мың, екінші 10 мың. 10 мыңды алдым, мен $4,000, почти $4,000 жасаған болатын, и сразу же минусқа кетіп қалған болатын. Сол кезде мен түсінгенім, риск менеджмент бұл жақта болу керек. Take profit, stop loss обязательно. Мен негізі проб компанияда 1-2-3%-қа дейін рисковать етуге болады ғой, мен ол кезде қарамай 4%-мен кіріп кеткен едім да. Бір сделкаға стоп 4%. Бір сделкаға, 4%. Мен оны білмеген ғой. Вот риск важно. Мен содан кейін уже рискқа жаман қатты қарайтын болдым. Менде қазір пробтарда управлениеда бар, $50 мың бар, қазір тағы да жаңадан $10 мың бар, кеше ғана алғаным. Вот. Енді мен максимальный рискованный процентаж ол бірақ қана пайызда, ол $1000, $50 мың счетмен. Вот. 10 мыңда енді мен қазір фазаларын енді өтейін деп жатырмын, 1%-мен рисковать етіп жатырмын, пока что. Вот. Негізінде риск бар ғой, особенно проб компанияда жасайтын болсақ, көбісінің басында қатып қалған 1%, 0,5% алғанда дұрыс. 0,5% сенде $100 мың шығып, сен $500 рисковать етесің. Мысалы, вин-рейтинг 8 болса, вин-рейт дегеніміз не ғой, 10 сделка ашасың, 8-ді take profitпен жабылатын болса, прибыльмен, онда 80% деген. Сенде вин-рейт 80% болса, $500 рисковать етсең, средний RR-ің 3 болса, онда там, считай, 8-ді 1000-ға көбейтіп көрдіңіз. 8-ді 1000-ға көбейтсек 12 мың шығады. Енді 12 мыңнан 2 стоп-лосс болды тек, $1000 алып тастайық, $11 мың таза пайдасы деп тастауға болады да, и рискің өте кішкентай болады. Жалпы көп трейдерларды байқадым ғой мен бұрын, сен үйренбес бұрын басында. Олардың айтатындары, әсіресе осы қазақ нарығында, типа $100 саласың, бір аптадан кейін $2,5 мың табасың, $500 депозитің болса, мен курсыма кел, 40 күннен кейін $10 мың болады деген әңгімені әбіш етеді да. Сендердің әңгімелеріңді естеймін, риск 1% болу керек. Әдемі емес әңгіме, біздікі. 1-3, вообще әдемі емес әңгіме. Вообще непривлекательный әңгіме да. Қалай осымен баюға болады деп мен миым жетпейтін басында. Одан кейін проб деген нәрсені еске түсірдім. Проб деген айтып кететін болсақ, ол под управление басқа компания сенің біліміңе орай инвестиция береді. Вот соны нәрселерді түсінген кезде, жалпы не сұрақ қойғым келіп тұрмын мен. Не үшін осылай жасау керек рискпен, және де не үшін қазақ нарығы осындай, былайша айтқанда, тегін конфет алып кет деген сияқты қылып сатады. Осы мен түсінбеймін, соған жауап бере аласың? Негізінде өкінішке орай, мен көбісін трейдерлардың білемін, мен кезінде разоблачить еткен бәрінше, халық өздері маған жазған, халық қанаған ғой кәдімгідей, миллион, 2-3 миллион кредитке кіргізіп жіберді деп, и сондайдан 50-100 шақты адам жазды маған. Мен өте қатты ішім ашыған. Олардың көбісі енді өкінішке орай курспен ақша табады да. Саған оңай ғой, біздің қазаққа не керек? Оңай ақша керек. Алма саузыма түс. Маған миллион бер, мен саған 10 миллион қайтарам деген сияқты нәрселерге біздің қазақтар қатты алданады. Ақшасы жоқ болса да алданады анау. Ертегі тыңдап өскен халықпыз ғой. Ертегіге сенеміз ғой. Сол, $100-дан $2,5 мың жасау, возможно, оны жасап жүрген адамдар білемін мен көп. Оған не керек? Опыт керек. Опыт керек, білім керек. Ал олар не дейді? Кел дейді. Келеді, жарайды, адам барады. Хотя бы дұрыс білім беру керек қой. Көбісі, бізде мысалы бір студентка болды, Мөлдір деген қыз ғой. Атын айтпай қойын, бір Америкадағы қазақ трейдер, якобы трейдер жігіт, 2 миллионға обучение сатқан, одан кейін 500 мыңға индикатор мен кітап сатқан. Неге оны бірден қосып бермеген? Вот бизнес. Енді, 2,5 миллионға сатқан, группаға кіреміз дейді, 300 адам отыр дейді ғой. 300 адам сен қалай үйретесің сен? 40 күн үйретеді дейді, и 300 адамға сен үйретіп бітпейсің. Мен жарайды енді 2,5 миллионға оқығаннан кейін бір жақсы білім бар шығар деймін. Риск менеджментті просто көрсетемін ғой, мынандай сендер білесіңдер ме деймін. Жоқ, қалай ол деп сөйтіп отыр да. И сол кезде мен түсіндім, бұларға просто лапша іліп кеткенінше. Ондай жағдай өте көп. Сол үшін негізінде мен ойымша, вот даже курс алмас бұрын адамның бірінші жалпы адами қасиеттеріне қарау керек, оның трейдинг арқылы қандай капиталдар
алды историясына қарау керек, ол қай жылдан бері трейдингпен айналысады. Мен мысалы айтамын, мен 2020-дан бері айналысам, бірақ та мен 2022 жылдан бергі 2021-ден бергі менің кәдімгі фотоларым бар да, Google неде, облакада ше, как положено трейд етіп отқан. Вот менде доказательства бар. Көп адам доказательствосы жоқ та. Кеше ғана трейдингқа келді, 10 жыл болды айналысып жүргеніме дейді. Оған халық сенеді. Сол үшін де өте скептически относиться ету керек. И кейстарына қарау керек. Ол шынайы адам келіп, счеттарын міне көрсетіп, ашып, міне мынанша таптым, мынанша жоғалттым, жақсы отзыв береді, немесе жаман отзыв береді. Соның бәрін қамту керек та. Қазіргі нарықта көбісі біреуден оқып алады, келеді, міне мен уже 10 жыл оқып жатырмын дегендей да, торговля, и демо счет ашып тастайды. Демо счет дегеніміз енді өтірік ақша ғой. Ашып тастайды да көрсетеді, міне менде $100 000 счет бар, якобы алады да көрсетеді, міне мен 2 лотпен кірдім, $20 000 таптым бір сделкадан. Қандай? Былай айтқанда, жарайды проп болса, пропта енді 2 лотпен ашқызбайды кейбір кезде ше, енді нелері бар, өздерінің условиялары бар дегендей. И былай қарайтын болсақ, ананың историясы бар да, историясын көрсетпейді да. Историяда плюс, минус өте көп болады ғой. Мысалы 10 лотпен ашып жібереді, $20 000 табады. Енді проп счетта, проп счет деппін ғой, демо счетта не істей алады? Любой лотпен ашып кіре береді, дұрыс па? Вот. А историяға кірген кезде именно 100 пипсы қандай лотпен ашылған, қанша уақыт салынған қарау керек та. Көбісі соны көрсетпейді. Көрсет тек қана міне телефонның несінде бастапқы чартын көрсетеді, и ортасындағы депозит дегені көрсетеді да. Ал история дегені бар, басқасы бар, көрсетпейді. Адамдар не істейді, соған ілініп қалады да, алданып. Мен соны көп өзбек трейдерлерден байқадым. Біздің қазақтардан өзбектер мықты торговать етеді деген әңгімені көп естіп жүрмін да мен. Олардікіне қарасаң, тура жаңағы сен айтқандай, в основном СНР-мен торговать етеді ғой. Сол өзбектермен мирас сөйлесіп келген едің да сен. Мен көрдім сторисін. Олар жайлы не айтасың? Олар бізден мықты ма сонда соншалық? Мен мынандай жағдай естігем. Бір жігіт бар, мен атын айтпай қойыншы кімнің. Дубайда хедж фонды бар, өзбек жігіт, мықты трейдер, под управлением. $15 миллион под управлением бар да. И оның астында тағы $500 миллион астында трейдерлар бар. Сол трейдерлардың біреуімен біз кездестік Қазақстанға келгенде. Сөйтіп, короче, сөйлесіп отырамыз. Мен айтамын, брат деймін, мен мынау өзбектерді мойындаймын, мынау красавчик деймін ғой. Қалай $50 миллион бір күнде жасайды деп. Ну, по сути, это невозможно, но я им верю, деймін, я хочу верить в это. Сол айтады маған, мен саған ащы шындықты айтайын ба дейді. Хорошо деймін. Казино ұстайтын бір адам бар екен оларда, бүткіл казино ұстайтын бір жігіт бар. Инстаграм жүргізеді оны да. Сол басқа өзбек трейдерларға арендаға машинасын, үйін, тағы да басқа заттар береді екен. И олар соны көрсетіп, Өзбекстанда роскошь көрсетсең, сразу адамдар алданып қалады екен. Олар көбірек алданады екен қазақтарға қарағанда. И курс сатып алады, курсын толясын сол казиноны ұстайтын адамға береді екен да. И ана счеттарының көбісі дейді, міне мысалы бір трейдер банковский счеттың $500 000 бар екенін көрсетті да. Қара дейді, брат, на банковский счеттың интерфейсін қара. Ол банковский счеттың интерфейсі негізі мынандай. Они подделывают программу дейді. Айтып, да ну нафиг, қалай программаны подделывать етеді? Серьезно деймін. Он без проблем, мен саған да жасап бере аламын оны дейді. Сол кезде мен түсіндім, то, что вот это все невозможно, потому что енді $50, $100 бір күнде $1 миллион жасады деген историялар көрсетеді. Өзбек ағайындарға ол слишком сказочный да. Фантастика ғой. Фантастика. Олар сондай болып кетемін деп ойлайды. Қадалады. Сөйтіп енді заявление жазбайды екен. Не үшін жазбайсың десек, короче, былай айтады екен, сен нәпсіңе беріліп кеттің. Сен кәдімгідей сен алданғаның, короче, біліп тұр ана өзбекше, бірақ ол ойлайды, мен нәпсіме беріліп кеттім, мен харам нәрсе жасап кеттім деген сияқты ойлап қалады. Сонда олар лайв форматта торговля жасамайды. Именно өзбек трейдерлар. Лайв форматта счетына ақша салып, осы счетты көздеріңізше көтереміз деген бір видео көрген жоқпын. Видео немесе прямой эфир. Олардың істейтіндері в основном уже дайын сделканы көрсетеді. Скорее всего, енді мен. Бірақ біздің халық алданады. Өзбекстанға барып оқып жүрген қаншама қазақтар естідім. Мен ассистенткам бар, Аружан деген. Сол айтады, мен айтқам ғой, мен өзбектен оқимын ба деп ойлап жүрмін деймін. Мен өзім повышение квалификация енді. Ол кісі айтады, Мирас мырза оқымай қойыңыз, не болды деймін ғой. Мен 2 подругам барды Өзбекстанға, оқыды дейді, короче. Бәленбай $1 миллион кетті. Они жадный дейді информацияға, өте жадный. Және принципиально орысша білсе де өзбекше сөйлейді. И мен өзбекше түсінбеймін дейді да. Кішкене высокомерно қарайды. И ешқайсысы счетын ашып көрсетпейді дейді.
сосын олар енді қадалды, қайтты дейді Қазақстанға. Вот сондай жағдай. Жалпы жарайды, трейдингке қалай келдіңдер? Трейдинг мен басында естігенде ол ақшасы бар адамдарға арналған ойын деп естідім. Жалпы осы сөзге қалай қарайсың, және де трейдингке алғашқы капиталыңды қалай жинадың, қанша теңгемен бастауға болды оны? Мен жарайды, өзімнің ақшам болды, содан кейін мен кіруім оңай болды. Ал қарапайым студентке, қарапайым мысалы таксистке қалай осы трейдингті бастап кетуге болады? Сен қалай бастадың? Сол жайлы айтып беріңізші. Короче, менен андай болады ғой. Мен бір канал бар. Мен 15 жасымнан, короче, қиялдайтын, үй жинап жүремін да, короче, сосын қиялдап, типа, президент боламын, ана боламын, сосын там миллиардер боламын деп. Сөйтіп, короче, миыма установка қойылды, мен по-любому бай боламын деп, Алла қаласа. Сөйтіп, неше түрлі каналдарды қараймын, мотивационный, и бір жігіт бар, с нуля, мен қазір бомжмын дейді, анау айтады, мен Макдональдсқа барып қолтығымды шаямын дейді. И сол путь трейдера көрсетті. Мен сол кезде трейдингтің не екенін түсіндім. Бірақ ол бинарный опцион торговать етті да. И сол кезде түсіндім. 2020-да уже маған ақша табу керек. Өйткені неден 13 жасымнан 12 жасымнан мен поляда істеп сөйтіп жүрген жігітпін да. Уже стройка бәрін шаршап кеттім. Сөйттім, енді трейдинг бастаймын. Үйренемін. Курс оқиын десем ақша жоқ. Тұрам, қараймын бәрін, неше түрлі заттарды қарап, барлығын үйреніп ютубтан ше. И бірақ ютубтағы білім сіңбейді екен, по-любому. Сен түсінесің, базар жоқ, бірақ та сен білмейсің, саған мынау лонг дейді, мынау шорт дейді. Мынау бір стратегия үйретеді, мынау тура сол стратегия қарама қайшы екінші стратегия үйретеді. И сен миың екі жаққа шатасып жатады да. И сол кезде енді түсіндім, наставник керек екен. Бірақ енді ақша жоқ, не істеймін? Мен ол кезде Амина деген кафе бар, Камелот деген кафе бар. Екеуінде официант боламын. Біреуінде тойханаға ашқанмын, біреуінде обычный официант. И 4-5 мың 6 мың теңге табам, келем, Binance'та торговать еттім ол кезде. Binance'ға саламын, $10 ғой минимальный депозит. $10, 5 мың теңге саламын. Торговля бастаймын. Қадаймын, екінші күн, үшінші күн. И каждый қадаған кезде мен анализ жасаймын. Не үшін қадалдым? Неге мұнда стоп-лосс болды? Неге мұнда вообще ликвидация болды? Соның барлығы анализ жасап, мен сөйтіп 2 жыл бойы жүрдім ғой. 2 жыл бойы жүремін, сөйтіп үйрендім ғой. И сөйтіп уже жақсы түсініп кеттім рынокты. Өйткені 2 жыл бойы күні кешке дейін қарайтыным осы, басқа жол жоқ. Басқа жол мен таппадым трейдингтен басқа. Өйткені егер мен сол 2020-да мысалы трейдингтің орнына там while бересін немесе бір бизнесті қарайтын болсам, скорее всего мен қазіргі уровеньға жете алмайтын едім. Сол кезде тастап кететін едім. Оңай болған жоқ, базар жоқ. Бірақ та енді мен түсінгенім, короче, саған наставник керек, окружение керек, саған мынау ақ, мынау қара деп айтатын адам керек қой. Жалпы қанша ақшамен бастадың трейдинг? 5 мың теңге ғой сол. 5 мың теңгеден трейдингті бастауға болады. Болады, конечно. Бірақ енді қазіргі минимальный депозиттер $20-30. Ол кезде $10 болатын. Мен солай бастағанмын. Ал Әлібек, сен қалай бастадың? Жалпы енді трейдингтің атасы Америка ғой. Америка қандай фильмдер түсіреді? Волк Волк Уолл Уолл-стрит, Риск на понижение. Енді сондай көп фильмдер бар ғой, сериалдар бар, миллиард теңге. Енді барлығы неге тікелей қатысты? Трейдингқа. Акция, трейдинг и так далее. Оның барлығы бір ғой енді. Өзім енді бизнесқа жақын болғаннан кейін, менде де отдел продажа болатын. Жалпы маған қарап алу керек қой. Ана кісілер қалай сатады? Маған опыт алу керек, жинау керек. Қараймын, аналар не сатып жатыр? Басына мән бермеймін. Чисто сату жағына мән беретін көпші. Қалай сатады, не сатады? Примерно бір фильмді 2-3 рет көргеннен кейін мен түсіндім, олар не сатып жатқанын. Apple'дың акциялары кете береді. Но бірақ та акциялармен сауда-саттық жасасақ, біз былай қарағанда айына бар ғой, максимум бір $1000 ғана шығара аламыз да. И то қалтамызда $10,000 болған кезінде де. Жалпы енді біздің нарық форекс нарығы ғой. Былай қарасақ, бүкіл әлемдік нарық ақшасы айналып жатады да. И салыстыра бастадым. Акциямен общий айналым оборот ақшада қандай болатын. Акцияларда енді жеке бір компанияны алады ғой, ар кетсе бір 300-400 $1 триллион ғана болады да, бір жылдық обороттары. Именно форекс нарығында бізде бір күнде 6-7 триллион айналады. Вот, мен шешім қабылдадым, қай жерде ақша көп, мен сол жаққа барамын дедім. Қарап алдым, зерттедім. И мен ойладым, кәдімгі мен ютубтан оқитын болсам, менде не болады и не болмайды. Екі факторға қоя бастадым өзімше. И параллельно мен Pocket Option, Binomo дегендер, примерно бір айда қарадым. MacBook алған едім ол кезде наличкаға. Алдынан MacBook ломбардқа тықтым, примерно 400 мыңға ма. Қазір 2 күн бер, мен сені шығарып алайын деп тықтым, минусқа кетіп қалдым. И уже ютубқа кіріп қарай бастаймын. Не жақсы, не жаман деген еді. Енді өзім бастайтын болсам, менде, во-первых, уақытым көп кетеді, ақшам көп кетеді. Мен ойландым, лучше мен ақша жинап, немесе бар ақшамды аламын да білімге салайын.
оқып алғаннан кейін менде не болады, результат болады. Уже готовый, дайын стратегия да. Нежели мен бір жыл уақытымды құртамын. Неге? ютубтағы информацияны қарауға, оны бэктест жасауға, оны ақшаға алып келу. Вот енді әр адамда қалтасында ақша жоқ қой, дұрыс па? Бір лишний 50 мың теңге, Қазақстанда енді алатын болсақ, лишний 50 мың теңге жоқ қой, дұрыс па? Келісесіңдер ғой? Вот енді менде бизнес жасап жатқаннан кейін мен примерно санаймын, 500 мың теңге түседі артық ақша, одан аламын да бір 100 мың теңге, 50 мың теңге салып қоямын и бастап көремін. Бастаймын, минус болады. Мен ойландым, лучше ол ақшаны аламын да білімге саламын. Сөйтіп жүріп саған келген едім. Сені бір екі жігіт ұсынған еді, Мирас деген жігіттер бар, жалпы нормально не істеп жатыр деп. Сол кезде заявка қалдырып байланысқа шыққан едік. Есімде мен. Вот содан кейін мен сентябрьде бастадым ғой оқуымды. Сентябрьде бастап, октябрьдің ортасы бітіп, и менде 3 ай болды. Оқудан кейін енді бәріне андай болады ғой, қасында жүрген кезде адамдаршы, оқытатын адамдар, типа, білем, сөйтем, бүйтем, и оқу біткеннен кейін мандраж-тайды ғой. Дальше не болады? Вот такой момент да. Ондай кезде сасқалақтамау керек, өзіңді қолға алу керек. Берілген білімді, жинаған барлығынша, просто қолдана бер. Былай айтқанда, железные яйца дейді ғой. Обрети себе железные яйца и делай ғой, короче. Вот бастапқы проптар, жаңа енді финансирование алған кезде сливать етіп тастадым, содан кейін бір асада қалдым. Қандай? Қанша ақшаң кетті проптарға? Енді 5 мың. Ол қанша тұрады? 5 мыңдық проп счет алатын болсақ, 5 мың доллар инвестиция, ол кезде мен 36 долларға ма алған едім. 36 доллар төлеп 5 мың долларға тест аласың. Иә, тест аламын, 2 тест. Оны примерно 2 тест алып, сонда минусқа кетіп қаламын, аккаунт банкқа кетеді. Потом 36 доллар минус. Иә, минус 36 доллар. Содан кейін ойлаймын, маған 5 мың емес, маған 10 мың алу керек депші. 10 мыңды аламын. 10 мың ол кезде 66 доллар тұратын. Қазірде 66 доллар, именно фандинг пипс алатын болсақ, 66 доллар ол қазіргі теңгемен шаққанда, қазіргі курс ол 36 мың теңге. Ол кезде примерно сол 30 мың теңгеге жетпейді, 27 мың, 28 мың қалған едім. Алып, 2 фазасын өттім, 2 тестті. Поздравляю, сен өттің деген кезде менде андай ғой, көзге жас келіп, болды, менде инвестицияда 10 мың доллар бар, 5 миллион теңге. Қазір сауда-саттық жасайым деп. Все хорошо, рынокқа кірем. Примерно бірнеше позиция ашам, тестировать етіп, бэктест жасап жатқан ол кезде то же самое. И параллельно маған куратор берген система бар, сол системамен жасап, мен нормально жасап алдым да, уже примерно 30%. И сонда риск санамай кіріп кетемін ғой, бүкіліменші, пока маған проп беріп жатқан кезде. 3 мың доллар прибыль жасадың? Иә, 3 мың доллар прибыль жасадым да, и мен қазір ойлаймын, тағы да мен жасап алайын, примерно 50%-шы, содан кейін шешіп алайын деп. Кірем бәріне, тық, сонда андай дауыс келеді ғой, ограничение. Уже не істей алмайсың деп. Иә, ол кезде мен эмоцияға беріліп кеткен едім да. Эмоцияға беріліп, стоп-лоссты қоймай кіріп кеткен едім. Максималкаменші. Содан кейін менде почти 4 мың долларға дейін барып, минусқа кетіп қалған еді. Уже не басталады ондай азарт? Азарт басталады. Уақытында өзіңді ұстамасаң, эмоцияға берілесің да. Бұл жақта енді психологический момент. Кстати, жаңа бар ғой, мен осы подкасттың алдында, енді живой подкастқа мен айттым ғой, мына жақта бізде 15 минутта имбаланс бар, и бибидің ортасы. Тура соған тиді, жоғары кетті ғой. Жаңа брейкер блок не болған. Мен сделка тұрқасы. Жалпы бар ғой, трейдингта алғашқы миллион теңге деген, мысалы, қазір менде сол миллион теңге туралы мен айтып берейінші, сол историяны айтқым келеді постоянно. Ол кезде криптоны торговать етемін, фьючерс торговать етемін. Ол кезде бізде альт сезон болып кетті. Альт сезон деген ол биткойнның капитализациясы өте қатты үлкейеді. Сосын биткойндағы ақшаның көбісі альткойндарға кетеді. Альткойндарда енді капитализация аз болғандықтан олар ұшады. И ұшқан кезде мен, бүйтемін ғой. Тұрамын да, кесін аузы деп, $100 саламын, $200 аламын, 200-ден 300 аламын. Фьючерса мысалы $100-дан жасаймын. Одан кейін ол $200 тұрамын да, бір монеталар алып тастаймын. Келесі күні қараймын, 1 к 1, 1 к 2 қосылып тұрады ғой. Аналар 100-150% прибыль беріп тастайды спотта. Да, ну нафиг, хорошо. Сөйтіп көтеріп аламын, бір $1000-1500 депозит жинап аламын. Сол кезде мен көп форумдарда общаться ететінмін, неше түрлі адамдармен. Мысалы, Дубайдағы бір жігіттер айтады маған, Бэнкман Фрид деген жігіт бар, FTX-ның основателі. Ол кезде бірінші орын әлемдегі Binance, екінші орын FTX еді, үшінші орын Bybit. Қазір енді екінші орын ғой Bybit. Сол кезде екінші орында FTX тұрған. Ол жерде бір $10 миллиард ма, даже одан көп
60 миллиард доллар, ну өте көп сумма, миллиардтаған доллар сумма FTX-тің жабылып қалды да. Мен сол кезде Бэнкман Фридті соттады, алып кетті, просто задержали. Сол кезде мен түсіндім, аха, қазір оны соттаса, әлі новости шыққан жоқ. Қазір новости шығады, значит, у FTX проблемы, а это крупная биржа, тогда все монеты упадут. Мен тұрамын да, ең үлкен плечолармен шорт позициялар ашамын. Менде видеолар әлі бар, 2022-де болған. Ашам. И мен сол жерде сразу 3-4 миллион теңге таптым. 3-4 миллион теңге таптым. Ол мен телеграмда тұр ғой, мен салдым ғой. И сразу да ну нафиг болды менде. Эйфория ғой. Еще автобуста кетіп бара жатырмын ғой кезде. Автобуста кетіп бара жатырмын, мына прибыльдарын қараймын, да мен көрсеттім ғой. Соны и солай, короче, алғашқы 1 миллион емес, алғаш 4 миллион теңгені тапқан болатын. Бірақ біраз ақшасын шығарып алдым. Бірақ та енді ең проблема неде криптода? Криптода капитализация аз, ақша аз. Недавно мына 18%-ке құлады биткоин, бір түнде құлады. Сол кезде не істеді? Көптеген трейдерлар өздерін өлтіріп тастады. Суицид жасады. Суицид жасады. Осы трейдер қайтыс болды дейді. Костя Куда деген украинский трейдер 65 миллион долларын 2-3 сағатта жоғалтқан, Ламборгинide отқан, пистолет алған, атып тастаған өзін. Болды. И сол кезде мен түсіндім, криптода манипуляция өте көп. Манипуляция не үшін көп болады? Өйткені ол жерде ақша аз, капитализация аз. Бізге миллиард доллар, ойбай, триллион деп көрінгенмен, ол на самом деле рынок үшін қатты көп емес. Рынок үшін қатты көп емес, манипуляция, сквиз жасай салады. 100 мың теңге қасында бір 10 теңге ол. А в Форексе это невозможно так сделать. В Форексе это так невозможно сделать. Там 18% никакая валюта, никакое там сырье не упадет. Өйткені бүткіл әлем оны контролировать етіп отыр. Мысалы, доллар 18%-ке 2-3 сағатта құлай салмайды. Өйткені оны бүткіл целый США контрольда ұстап отыр да оны. Ал криптоны кім контрольда ұстап отыр? Ешкімде контроль жоқ. Трамп тұрады, бір сөз айтады, там Китайға 100% пошлина қоямыз, все, құлай салды. Жалпы криптовалюта нарығы 2000 қаншадан 21-ден Қазақстанда прям атты прям шум болып кетті ғой. Енді мен де біліп жүрдім, биткоин бар, тағы да басқа нәрселер бар ғой криптода қарадым. Енді крипто қолмен ұстай алмайсың, дұрыс па? Ал форекста нарықта ақшаны алмастырып отырып, обычный обменный пункт барасың, теңгені бересің, доллар қайтарып береді, дұрыс па? Обмен. Вот маған сол қызық болды да. Ар жақта мен физически ұстай алмаймын, мына жақта ұстай аламын. Мына жақта мен по-любому жоғалтпаймын, мына жақта мен жоғалтпай аламын да. Өйткені ол жоқ нәрсе да, вымышленный былай қарасақ. Жалпы енді ұзын сөздің қысқасы, крипто торговать ететін трейдерларға соңында по-любому көбісі минусқа кетеді ол жерде. Если трейдер деген ол профессия. Трейдер ол мынандай профессия ғой. Саған определенный депозит болады, сен оған айына там определенный процент қосасың, кішігірім ғана. Ал криптода ондайды істеу өте қиын и манипуляция көп. Сол үшін криптода нельзя торговать. Лучше инвестируйте в крипту, да, можно это споттан монеталар закупать можно. Бірақ та тоже мықты фундаментальный монета алу керек. И ол транзакцияға жақсы крипто. Мысалы, біз ақшаны көбінесе криптомен шешеміз ғой. Транзакцияға жақсы. Ешкім тексермейді оны. Ал бірақ онымен спекулировать ету, сен лонгистердің де, шортистердің де барлығын сбривать етіп тастайды крипто. Сол үшін форекс қой. Өйткені акция дейді маған, мысалы айтатын, Мирас мырза, мен акция мен форекстің ортасында отырмын дейді. Қайсын торговать етсем болады, бастасам болады. Мен форекс баста. Неге? Өйткені акция торговать ету үшін саған жоқ дегенде бір 5 мың, 10, 20 мың доллар керек. И акциялардың движениесі өте медленный, өте қысқа, өте аз, слишком көп регламент бар. Және де акцияларға сен каждый прибыльға процент төлейсің, налог төлейсің. Убытогыңа саған ешкім ақша бермейді, минус жазсаң. Бірақ плюс жазсаң, сен беру керексің да налог. И сол үшін де акциямен спекулировать еткен дұрыс емес. Акцияны надо инвестировать в акции тоже. Мықты компанияның акциясын алып, жарты жыл ұста, 1 жыл, 5, 10 жыл ұста, бірақ та оны шортист етіп немесе лонговать етіп, ол өте қате дүние. Тем более оған үлкен ақша керек. Соған енді форекс ең идеальный ғой. Жалпы форекстан бұрын біздің Қазақстандағы трейдингті мен зерттедім де, көбірек зерттедім. Енді осы салаға кіргеннен кейін бастан аяқ зерттеп алу керек қой, кәсіпте жүргеннен кейін. Қарауым бойынша американецтерде Ninja Trade деген, қателеспесем, брокер бар. Ол жақта входной 20 мың доллар. Және де өз кезегінде әр физлицо 38% налог төлеу керек. Ал бізде Қазақстанда қалай? Бізде Қазақстанда әр адам 10 доллардан басталады емес, Экснесте да, как минимум. 20 доллар. 20 доллар ма, депозит 20 доллардан бастауға болады, ол біріншіден.
екіншіден бізде өз кезегінде әр физлицо 10% налог төлейді. Сонда получается біздің Қазақстандағы трейдерлар халявада жүр ғой. по факту айтқанда Оны иә. былай зерттеп қараған кезде де кез келген жалпы дерек көздерінен қарасаңыздар, біздің Қазақстанда трейдинг жасау намного выгодно екен. ақш-та жүрген трейдер жігіттерден де сөйлеген кезде олардың аккаунттары біздің Қазақстандағы экселенс арқылы ашылған екен. Америкадағы аккаунтқа 20 мың доллар керек входной, во-первых, одан кейін налогтар үлкен. Ал ол сен налог төлемейтін болсаң, артыңа бірден келеді. Конечно. Пабло Эскобар адам өлтірген үшін сотталмаған, налог төлемеген үшін сотталған ғой. Бізде адамдар бар ғой, жалпы былай қарайды. Екіге бөлінеді менің осы ойымша, ситуацияға ше. Либо жаман жағын қарайды, либо возможность көреді. Бізде базар жоқ, бізде кризис болып жатыр. Қазақстан мұнайға қарап қалған, тағы да басқа дүниелер болып жатыр. Қатты кризис болып жатыр Қазақстан. Теңге құлдырап жатыр. Бірақ та налог аз. Қатты. 2,5%. Иә, регуляция жоқ. Көптеген мықты брокерлар бізге разрешение береді. Біз былайша айтқанда Средняя Азияның Швейцариясымыз ғой. Сол үшін де бұл возможностьті пайдалану керек. Көптеген трейдерлар Қазақстанға келіп, осында гражданство алып, осында торговать етіп жүр. Өйткені ең идеальный условиялардың бірі бізде. И тем более қосатын бар болғанша енді Азияның ортасында орналасқанда таймфреймдер бар да, уақыт. Жалпы рыноктардың ашылуы мен жабылуы да Қазақстан дәл ортасында идеальный таймфреймда ше. Мысалға Американы алатын болсақ, олар түнде сауда саттық жасайды. Ал бұл болсақ, таңғы 4-те тұрамыз, түнгі 1-де рынок жабылады да. Примерно, түнгі 2-те жабылады. Түнгі 1-ге дейін сауда саттық жасай аламыз. Идеальный уақытта. Қалған мемлекеттер нелерді алатын болсақ, оларда қалай? Мысалға, бізде мынау, оларда мынандай бір бөлік қана кіреді да. Тұрады ұйқылардың, уже рынок жабылатын уақытта да. Ал бізде идеально. Біз, то есть, таңертең тұрып кешке дейін жүрсек те, и Азияны, и Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк бәрін ала аламыз ғой, торговать етіп. А ол кісілер либо Азияны алады, либо Нью-Йоркты алады да. Негізі Қазақстан идеальный, Иә. трейдингқа. Сол мүмкіндіктерді біздің халқымыз түсінбейді ғой. Бір минус сонда да. Иә, өте. Иә, аша кетсем, жалпы жаңағы айтқан 4 банк бар да, ең ірі үлкен банктар ашылу уақыттары. Мысалға, Азияский банк нешеде ашылады? Таңғы 4-те ашылады да, сағат 12-те жабылады. Обычно біздің Каспий банк бар ғой, таңғы 9-да ашылып, кешкі сағат 5-те жабылады, дұрыс па? Бұл банктер тоже самай. Бұл банктар нарығы именно ақша айналымымен жұмыс жасайды да. ФРС, США, лондонский бар, Центральный банк бар, иә. Жалпы, енді мысалы бізде қазір трейдинг харам ба, халал ма деген сұрақтар көп пайда болады бізде. Неше түрлі андай трейдингті білмейді, базар жоқ. Исламнан хабары бар, исламды мықты біледі, ислам финансын мықты біледі. Бірақ трейдинг ол мүлдем бөлек әлем да. И ол деген ислам финанс жағынан қарайды да, бірақ та трейдинг жағынан қарамайды. Сөйтсе, бұл харам деп приговор шығарып береді. Мен бір кісіні білем, ол ислам финансты өте мықты біледі. Трейдингпен де уже айналысып жүргеніне біраз уақыт болып қалды ол кісі. Сонымен өткен чай ішіп отырмыз, айтады, Мирас, мен трейдингқа неге бұрын кірмегем деп өкініп отыр ғой ана кісі. Өкініп отыр. И мен 17 миллион теңге қарызымды трейдинг арқылы жаптым дейді. Вот салған ақша, уақыт, энергия, усилиядан ең аз минимально осындай энергия салып, көп ақша шығаруға болатын трейдинг дейді. Өйткені ол кісі айтады, мен инфобизнеспен айналыстым дейді, товарный бизнеспен, бәрімен айналыстым, трейдинг ең күштісі екен дейді. Өйткені ешқандай басында ауыртпайсың. Вот біз кәсіппен айналысатын адамдар түсінеді, сен идеально жұмыс жасасаң да, сені сотрудники могут подвести, партнеры, логистика, көп фактор, көп адамның сезон деген көп адамның действиясына сен мұқтажсың ғой, әрине байланыстысың ғой. Ал трейдингта олай емес. Сен тек қана өзіңе байланысты, сен развиваться етіп, дұрыс психология, холодной головамен подход жасап, келіп рынокты анализ жасасаң, сделка ашсаң, болды, саған соны өзі жеткілікті. То есть ты и рынок работаешь, и на этом зарабатываешь. Ал бизнесте сен хотя бы 2 миллион теңге табу үшін сенде жоқ дегенде бір 20-30 миллион теңге оборот болу керек. Ал енді бастайын деп отқан адам оны қайдан алады? Еще не факт, что твой товар купит. Көп ақша демекші, осы трейдингті айналысып жүргендеріңе менен қарағанда көп қой сендерге, явно. Не алдыңдар? Не сатып алдыңдар? Сол жайлы айтсақ. Мен 4 қалдым. Өзіңнен бастап айтшы, не сатып алдың трейдингке айналысу арқылы? Өзіңе капиталмен, нақты. Хорошо. Базар жоқ, 5 миллион табатын шығар кейбір трейдерлер. Кейбір трейдерлер 15 миллион табатын шығар. Бірақ по факту қалтасына салған адамдарды мен аз көрдім ғой, өйткені олардың көбісі не істейді? 15 миллион табады бір түнде, ертесі күні тура сондай рискпен 15 миллион жоғалтады. Нақты мықты трейдерлар қалай жасайды?
және де өзің қалай капитал отырғыздың сол жайлы толығырақ айтып кетсең. Вот мен басында трейдингтен тауып жүргенде мен бүйтіп жүретінмін, короче, андай қуып, мен бір миллиардерский семьямен бірге, соның балаларымен бірге, оларға бәрібір оларда ақша көп. Мен иә өзімді өзім обеспечить етуім керек. И олармен бірге қуып құртып сөйтіп жүремін. И менің ағам бар, бір мықты кісі, тоже инвестор кісі. Айтады, есалан дейді, сен мыналар дейді, олар ертең өседі, 20-30-ға толады, әке шешесі бұларға наследствоға бәленбай 500, 600, 700 миллион доллар қалдырып кетеді. А саған не қалдырады дейді, ештеңке қалдырмайды саған. Сен қаңырап қаласың дейді, бос қалтамен. Қазір мына жастығыңды лучше развиваться ет, тапқан ақшаңды жина, капитал отырғыз дейді. Сен ой мен деген анша табам дегенге ешкім сенбейді, сен астында көтінің астында бір нәрсе болмаса дейді. Содан бастадық қой біз. Ескі үйде тұрғам, туылғалы бері сол үйде. Жоқ, общагада тұрдық, одан кейін соған, бірақ ол кішкентай кезім ғой. Сол ескі үйде тұратынбыз, короче. Үйдегілер қонақ шақыруға кішкене ұялатын, мамам. Неге? Өйткені енді үй кішкентай, ескі, полдары кейбіреу не, короче, сондай. Обойлар жыртық. Обойды потом мен 3-ші класста ма, 4-ші класста жабыстырғанбыз. Оған дейін ақ стена болатын. Обой жабыстырғанда да ану дейтін. И короче енді ең бірінші бізде енді мечта болатын үйдегілермен бәріміздің үлкен үй салу. Соны 2023-те біз стройканы бастаймыз. Папам, ол шыны керек, жерді папам сатып алған. 2013-те сатып алған ғой примерно. 1 миллионға сатып алған, кредит алып. Мен есімде ол. Мен мектеп оқып жүрдім, 4-ші класс оқыдым ол кезде примерно. И сөйтіп ол жерді сатып алып қояды. И как раз давай сол жаққа жасайық. Бірақ мен мысалы әкем военный юрист, мамам мектепте завуч. Ол кісілердің енді яғни зарплатасы жетпейді, қарапайым семья. И короче біз бастаймыз. 7-8 жыл саламыз деп жүр олар. Олар ойбай ол бәлем үйді бастаған кезде туысқандар айтады, сен точно сала аласыңдар ма? Өйтіп рисковать етпесеңдерші деп. Жетіп, короче, папамен айтамыз, давайте мен уже тауып бастадым жақсы ақша. Мен сіздерге беріп отырам. Полный почти бүткіл сумманы мен өзіме кішкене қалдырам, сізге берем. Все, үйді салып тастайық. 2023-те бастаймыз. Фундамент, 1-ші этаж, 2-ші этаж. Сөйтіп, ішін ремонт, бәрін полный жасаймыз, воротасын. И общей сложности бір 70-80 миллион кеткен шығар. Барлығына, полный ше. Өйткені бізде не мебельдер өте қымбат шықты, жері бәрі. И короче, 2024-те аяқтадық. Сен Сұлтан барғансың, мен есімде, сен енді салып, енді бітейін деп жатқан кезде бардың. Оны біткеннен кейін бардың. Сондай болды. Сол коттедж салдық. Одан кейін мұнда ЖК Легенда деген бар. Ол жерден плюс-минус 55 миллион теңгеге квартира алынды бізде, двухкомнатный. Одан кейін Абай Сайнада бар. Абай Сайнада ол кезде қазір 45 миллион теңге тұрады, рыночная стоимость. Ол кезде бір 25-30 миллионға квартира алынған. Ол үйді сендер білесіңдер. Одан кейін осы февраль айында 2025 жылдың таунхаус алды. Ол 180 миллион тұрады. Ол енді ең үлкен покупка. Көп адам сенбейтін де шығар, қазір көріп отырған адамдар. Бірақ инстаграмыңа өтсе, онда точно сенеді. Бәрі тұр. Сен ол жаққа біреуді салып қойдың да полный документациясын. Бәрін салдық. Мен алған күн салдым. Мен өзім сенбедім бұл кезде. Мен алған күн салдым. Ремонт болып жатқан жерде салдым. Еще сендер бәрін апардым мен оны. Аренда алған шығар десең де, арендаға келмейді, өйткені ол как оно есть, застройщиктің дейді, әлі салынып бітпеген, енді салынып тоқтады. Еще ремонт болып отырған жерде. Өзбектер. Кодын білет, бүйтіп кіріп алады. Еще ремонттан бөлек пропуск бар ғой, охранниктер тұр ғой. Мен машинамды танимын. Одан кейін никак арендаға қалды деп те айтамын мен. Өйткені енді салынып отырған үй. Одан кейін 2024-тің біз сентябрь-октябрь айларында менде бір арман болатын, спортивная машина деп. Mercedes AMG GT алғанбыз. Мен 53 алдым. Негізі оны бір жігіттен алдық, орыс. Ода 63 да бар, 53 да бар, 52 миллионға. И сөйтіп жүрдік. Бір ай тептік, эйфория анау деген. Эйфория, ең алғашқы машина ғой. Одан кейін не болады? Бір проблема болады бізде, өте қатты проблема болады. Одан кейін оны біраз айдан кейін сатуға тура келді. Бір жарты жыл максимум тепкен шығармыз, сөйтіп дұрыс қызығын көрмедік. Сондай жағдай болды. Одан бөлек мен анама не алып бергем, Kia Sportage деген кроссовер алып бергем. Өйткені мен 4 қарындасым бар. 4 қарындасым мама мектепке апарады да, қыста еще мен көремін оны. Сосын папам айтқан, давай маманы машина алайық. Сен ақырындап реттей бер ақшаны деді. Хорошо дедім. И мен сразу айтайын, мен оны қалай алдым? Мен оны 2024 мартта сыйлаған мамама. Мен оны 8 миллион, ол машина 17 миллион тұрады. Мен 8 миллион теңгесін бердім. Одан кейін
2 айға рассрочка қалдым. Мен айттым, давайте рассрочка қарастырайық. 2 айда мен там бардым ғой сол кезде сен алған кезде. 4 миллион 450 мың ба сондай рассрочка шықты 2 айға. Соны төлеп, и уже мама беріп қойдым. Мамам айдамайды ана бензинға кетеді, бүйтеді деп. Аяй ма? Үйде тұрады, аяйды. И, короче, үйде тұрады сонда да. Сондай жағдай болған. Керемет, сонда общей сложности точно 500 мың доллардан асады ғой, 1 миллион доллар қалмаса. Капитал. Мен былай айтайыншы, бұл чисто капитал бізде әлі айтылмаған заттар бар, счеттар бар. Счеттарды сендер вроде көрдіңдер, именно криптосчет, трасвалютта. $1 миллион асады. $1 миллион 100% асады. При этом ол неше жылда жиналды осының барлығы? Енді ойлаңыздар, мен 5 жыл болды айналысып отқаныма. Қазір 2025-тің ортасы, аяғы. Сонда 5,5 жыл болып қалды. 6 жылға кетіп баратыр. Мен 2 жыл ақша таппадым. Сонда 4 жыл ба? 3,5 жыл. Қандай бизнес 6 жылда 1 миллион доллар капитал әкеліп береді деген сұрақты енді өзіңе қоя бер деген әңгіме. Жоқ, еще с нуля. Сол ғой, с нуля. Мен Мирасты танимын да, енді партнер болғаннан кейін үйіне қонаққа бардық, талай шашлыктар жасадық, үйінің салынып жатқан жерін бәрін көрдім. Ол қарапайым семьядан шыққан бала. Төрі байдың баласы болып көрінгенде мен басында ойлағам сен примерно мынау байдың баласы деп, өйткені әңгімесі бар андай да, басқаша да әңгімесі. Бір ништа оқыған, болмаса частный школада оқыған бір байдың баласы деп ойладым мен сені. Екеуміз де еще как раз Дубайдан ұшып кеттік сол кезде. 2020. Одновременно ұшып кетіппіз да, и сол жерде танысып қалдық. Сондай болған, рахмет. Барып көріп, үй ішін көріп, бұрынғы үйіне апардан сен сауырып батырға. Ұзынағаш деген ауылдан шықтасың ғой сен? Ұзынағаш ауылдың баласы. Керемет. Рахмет. Ал Әлібек сен 1 жылдан асты, е? 1 жыл болды ма? 1 жыл 1 ай ғой. 1 жыл 1 айда не істедің? Не алдың? Енді басы қиын болды. Ашығын айтқанда, бастапқы 4 ай ғой, январға дейін. Мен өзім сентябрьде бастадым да. Осы январға дейін өте қатты қиналдым да. Берілген алған білімді дұрыс қолдана алмадым. И жаңағы мен $10 000 финансирование алдым дедім ғой. 4 ай сонда почти ақша тапқан. Минуста болдым ғой. 4 ай минуста болдым. Мен примерно бір 10-15 шақты пропсчет алып, олардың бәрі минусқа кеткен. Енді ойла, барлығы примерно 2 пропсчет менде $36, қалған барлығы $66. Минус. Мен ойлаймын, мен не дұрыс жасамадым деп. Өзіме деймін да, мына жер дұрыс емес, мына жер дұрыс емес. Бәрін қараймын. И бір күні үйде жатам да, енді ұйықтап баратқанда енді әртүрлі нелер ойлар мазалайды ғой. Мен не дұрыс жасамай жатыр, мен как тастап кетсем ертең не болады дегендей да. Мен өзім үйреніп қойғам да, то что до конца апарам дегендей да. Барлық нәрсе бизнесі да, басқа нәрсені да болсын деп. Тем более менде товарный бизнес әлі де жүріп жатыр. Сол кезде ойға келеді. Мен мына жерді дұрыс жасамадым, мен ертең таңда тұрып, осыны жасап көрейін деп. Өзінен іздеп, стратегиямды кішкене өзгертіп, өзіме ыңғайлап жасап алдым да. И 3 ай мен бэктест жасадым. Бэктест жасағанда менде примерно демо счетпен ол кезде винрейт 7-80% көрсететін. Ол получается 10 сделканың 8-7-сі плюста. Қалған 2-шеу минуста болатын да. Январда, мен декабрьде, точнее, ортасында пропсчет аламын $10 000. Оны өтіп, январда уже бірінші выплатаны шығарам ғой. Примерно вторник, январдың ортасында, вторнигінде мен бірінші выплатаны шығарам. Выплатаны шығарып, менде екінші пропсчет не істеп жатыр, уже екінші фазасында өтіліп, оны алайын деп жатырмын да. И примерно январдың соңына тақалып келе жатыр. Ол кезде февральдың басында бірінші вторнигінде мен қайттан выплата шығарам ғой. Бірінші пропсчеттан мен қанша пайыз жасаймын? Так, примерно $1300-1400 қалтаға түседі бірінші проптан. И екінші проптан одан көбірек түседі да. Мен алам шетелге кетіп қалам. Өз-өзін поощрение. Вьетнамға кеткен кезде. Енді андай ғой. Өз-өзін поощрять ету керексің ғой. Міне мен жасадым. Бұл болады, маған демалыс керек. Адамда қалай мида қалыптасады ғой. Болған нәрсе ма? Бір демалып келесің, уже анан былай айтқанда эдитіне кіріп кетесің ғой. То, что да, получаться етет, но ты должен что делать? Работать. Миға сигнал барды. Миға сигнал барды. Сөйтіп жүріп, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, жарты жылдың ішінде мен 7 жер алдым. 6 соткадан бастап, 12 соткаға дейін алдым. Сонда осы $10 000 бір счетпен ба? Или қостың? Жоқ, мен қостым. $10 000, $10 000, $25 000, $50 000.
Примерно былай қарады, қол астында под управлением менде 100 000 доллар болды да. Мен 100 000 доллардың сразу счетына кететін болсам, мен минусқа кетемін да, постепенно алып көрейін дедім лестницамен. Менде бір этап болды, эксперимент. Сразу примерно 25 000, 100 000 доллар алам деп, мен минусқа кетіп қалған едім да. Потому что пошагово көрмеген ғой. Бірақ та ол пошагово емес, сенің бәрі миыңда да. Оған қалай, былай айтқанда, готов ты или не готов дегендей да. Вот. Қол астында 100 000 доллар болды, алдым, и примерно июнь-июльда менде откат басталды. Қандай откат? Күн мен түн ауысып, қыдырып, енді ақша бар қалтада кішкене, андай скали сбился да. Вот. Примерно сол июль-август менде 0 болған, ашығын айтайын, 0. Августтың соңынан бастап, осы сентябрьде басынан пропсчеттар алып, басынан көтеріп жатырмын. Қазіргі таңда менде плюс бір 12 000 доллардай бар. Қарайтын болсақ, 10 000 доллар қалтада и 2 000 доллар счеттарда бар қазір. Негізі Әлібек красавчик Сонда екен. бір жылда Әлібек үйреніп үлгерді, қателік жасап үлгерді, еще 7 жер алып үлгерді. Еще 3 елге, Жеті жерің- жарты жылдың ішінде мен 3 елге барып тастадым. Ол бірінші Вьетнам, январьда, қателеспесем. Январь-февраль ғой, сол бітіп екінші пропсчет выплата шығарған. Содан кейін апрельде мен Египетқа кеттім. Еще 1,5 миллионға 2 iPhone алдым. Иә, ол да бар ғой, ол енді мелочь Мелочь. ғой. Иә, Египетқа бардым. Египетте менде енді андай ғой, ақша түспей жатыр да. Менде қалтада примерно бір соңғы 300 доллар қалды да. Мен 100 долларды салам Максинске. 100 долларын салам да. Ертең енді ұшып бара жатырмыз да ше. Ұшып бара жатқан емес, точнее автобуспен барайын деп жатырмыз Каирға. Каирға енді ақша көп керек. Иә, Шарм-эль-Шейх Каирға. Енді ақша көп керек. Анау алу керек қой, енді шарымда жоқ нәрселер Каирда бар да. Мен қазір ойлап отырмын, маған қазір 1000 доллардай керек депші. 100 доллар салам да 830-ға дейін апарып тастаймын. Аламын да шығарып аламын, 100 доллар қалады. И келесі күні шығып бара жатырмын, стандартымен позиция ашып қоямын, уже плюс 200 болып тұр. 100-ден 200 жасап алдым, екіншісінде, и потом минусқа кетемін ғой. Моменте фиксировать етпеген, мен стоп-лосспен тек профит қоймағанмын ғой. Ойлағанмын қазір примерно 400-500 жеткіземін да жауап тастайын деп. Вот. И примерно қашан сентябрь, иә? Сентябрьдің басы Таиландқа барып кеттім. Вот. Жалпы за короткий срок 3 ел көрдім, 7 жер и кішкентай бір подароктар ғой. Бір жылда сұмдық нәтиже ғой. Сұмдық өйткені бір жылда мен 5000 теңгенің айналасында әлі жүргенбіз ол кезде. Бір жылда сұмдық нәтиже. Сонда қара, адамдар әртүрлі болды. Сен жас болдың, тым жас студент кезінде бастадың, Әлібек уже ересек 23 жасында, 22 жасында. 22 жаста. Сонда сондай болып тұр ғой. Мысалы, неғұрлым адам взрослый болса, неғұрлым адам осыған дейін кез келген саладан ақша тауып көрсе, онда трейдингте бір жылда результат шығаруға болады екен. Болады да, жарты жылдың ішінде. Просто өзіні дайындап келу керексің. Ментально, физически, барлық жағынан. Беспокоить ететін нәрсе болмау керек та. Уайым қайғы алып беретін нәрсе болмау керек. Сен не істейсің? Бірінші келесің, білім аласың, дұрыс стратегия. Ол нелердің барлығын ютубтан да қарап алуға болады да, но сен түсінбейсің қалай қолдану. Саған не керек? Саған үйрететін адам керек та. Готовый стратегиямен қалай бар дәл солай. Үйренгеннен кейін сен не істейсің? Бір ай үйренесің дейікші, 2 апта сен жаңағы берілген білімді қолдана білу керексің. Қолдана білгенде сен уже 1,5 айдан кейін реальный счетқа немесе жаңағы профирмадан инвестиция алып уже табысқа шыға аласың да. Әдемі. Даже жарты жылдың ішінде сен 100 000 долларды на изи жасап тастай аласың. Болады, конечно. Жалпы любой нәрсе солай ғой. Неге именно осы трейдинг келген кезде обучениеларға хейт кетеді, мен түсінбеймін. Боксты да джеб, апперкот, боковой, мысалы, сайдстеп болсын, кез келген приемды сен ютубтан үйрене аласың, базар жоқ. Но сені просто РКС-тің бір жыл, любой бір спорт школаның бір жыл қатысқан баласымен спаррингке парға тұрғызса не болады? Бетіңді етік қылады ғой. Тура сондай әңгіме ғой. Тренер керек, тренер саған конкретно қойып береді. Сетап деген нәрсені көп айтасыңдар сен. Мен жандарында жүріп түсіндім да. Сетап деген сол жаңағы имбаланс ордер блок, кез келген обучениеда бар заттарды қалай қосуды сендер әдемі үйренесіңдер да, комбинацияны. В итоге сол комбинацияның арқасында вин-рейттерің де жоғары, вин-рейттерің жоғары болса, соответственно, РР-іңе қарай пайдаға кенеліп отырсыңдар ғой. Мысалға сенде 10 000 пропсчет бар дейікші, сен условиялы бар. Сен примерно одан мына доллар жоғалта аласың да. Сен стратегия бірге өш. Мысалға сен 10 сделка аштық дейік, 6 сделкасы плюс 4 минус 100 доллар. 100 доллар, иә. Қара, сенде бір күндік условия қандай, 500 доллардың артық жоғалтпау керексің, дұрыс па?
бастапқы 4 сделка минусқа кетті дейікші, $400, иә. Сенде бір попытка бар да, $100. Сен сол подряд енді ошибкамен жұмыс жасайсың ғой, адамға келу керек қой, сен не істеп жатқанын ше. Вот соңғы $100 сен кіресің да, бірге үш жұмыс жасайсың. Уже не? Сенде плюс $300 бар, плюс депозитінде жатқан $100 бар, $400. Сенде минус 1% қалды, дұрыс па? Еще сенде 5 сделка. 5 сделканы үшке көбейткенге қанша болады? 15. 15 болады. Получается $10,000. Сонда түйіндейтін болсақ, сен тіпті 10 сделка ашсаң да, РР соблюдать етсең по сетапу, 10 сделканың 5-еуі минусқа кетіп, 5-еуі пайдада болса, сен түбінде пайдаға шығасың. И андай да уже уақыт өте келе сенде көзің үйренеді да жалпы. Рыноктың қалай қозғалатынын, қайда барып беретінін да. Мысалға мен бүгін таңертең міне көріп жүрсің ғой, рыноктың міне ашылу сызығы бар да. Аха. И менде мына жақта не бар? Имбаланс бар да. Имбаланс. 30 минуттық имбаланс бар. Даже мен несін ашып берейін. Міне 30 минуттық имбаланс бар. Мен лимитка қойып қойдым. Лимитка қойғанда менде не істеп берді? Отработка беріп, и АТХ-ға дейін барып берді. Міне менде АТХ көрдіңдер ма? Уже насмотренность бар да. Аналитика дұрыс. Өте қарапайым сетап. Иә, сделканы қарапайым. қанша таптың? Бұл сделкадан ба $291. $291. Әдемі. Вот. 150 мың теңгені тоқтап қап, мысалы, трейдингті айтып кетейік, типа моменте ашудың да қажет жоқ. Графикіне анализ жасайсың, сол жерге buy лимит немесе sell лимит қоюға болады. Яғни алдын ала қойып қоясың, сол жерге график тиген кезде сенің сетапың бойынша жұмыс жасалады. Көп адамдар жалпы осы информацияға жетпейді ол. Біздің халық ойлайды, қазір мен мысалы магазинде тұрмын, давай ақша табайын дейді, кіріп таба саламын деп ойлайды да. Казинода не айырмашылығы бар? Значит, біздің трейдингке деген, халыққа деген жеткізу көзқарасы нашар болып тұр ғой. Осы нәрсе егер де жөнделсе, мен ойлаймын, сырт жақтан талай ақша келеді. Трейдерлар, олар тендерщиктерден қарағанда негізі жақсы адамдар деп мен ойлаймын. Неге? Өйткені тендерщиктер олар мемлекеттің бөлген ақшасымен жұмыс жасайды, және де оны жеуі де мүмкін да. Подкупной тендер көп бізде. Ал трейдерлар мемлекеттен бір тиын ақша алмайды. Наоборот, мемлекетке төлейді. Мемлекетке наоборот төлейді. Біздің тауып отқан ақша бар ғой, экономика қалай айналады? Сен ақша табасың да, соны құртасың. Ол сен құртқан ақша бір бизнеске кетіп отыр да, по-любому ше, магазин болсын, киім алсам, не алсам. Өзім қазақтың жерінде қалып отыр. Иә. И біз мысалы ақша табамыз, мысалы там $50,000 таптық бір айда. Оны басқа елден келеді ол ақша бізге. Қазақстаннан шықпайды ол. Басқа елден келеді. Сол ақшаны біз шығарамыз, 25 миллион теңге ма, соны құртамыз. Қазақстан экономикасына пайда ма? Пайда. И дәл солай бір 10 мың адам істесе, экономика бізде взорвется. И андай ғой, жалпы. Бізге 10 мың мықты айына $50,000 алып беретін трейдер жеткілікті ғой сонда. Жеткілікті. Мемлекетке жақсы көмек беруге. 20 миллион адамнан 10 мың неужели шықпайды? Шығады. Просто видите, қазақтың халқы қалай қара жұмысқа үйреніп қалғанда. Қара жұмыс жасау үйренген. Қара жұмыс жасай береді. А баспен ойланбайды да. Мен қара жұмыста жасап көрдім, обычный жұмыста жасап көрдім, и трейдинг жасап көрдім да. Мен трейдинг таңдаймын. Не себепті? Өйткені мен ауыр 100 килограмм, 50 килограмм, 10 килограмм тасып жүрмеймін да. Қазақстар қалай тележканы алады да, грузчик болады, дұрыс па? Ашынан келесесіңдер ма? Біз негізі бізде барлығы бар да, центральныйда орналасқанбыз Азияда, иә. Менделеевтің бүкіл кестесі бар. Но біздің халық не? Қара жұмыс жасайды. Вот, высокопоставленный посттарда аз именно қазақтар. Дұрыс па? Келесесіңдер ғой. Иә. Вот. Айтқым келген тоқ етеріші. Қолмен емес, баспен жұмыс жасау керек. Иә, общий сауаттылықты арттыру керек, түсінік көзқарасты өзгерту керек деп ойлаймын. Не совсем бай болу үшін көп жұмыс жасау деген өтірік, екеуі корреляциясы жоқ. Осы нәрсеге бір жағынан инфо-цыгандарды мен айыптағым келмейді. Анау жаңа айттыңдар ғой, жаңа подкасттың басында. Қанша дедіңдер? 2 миллионға курс сатады, $500,000 индикатор сататын көкелеріміз бар ғой Америкадағы. Вот соларды мен бір жағынан қолдаймын да. Базар жоқ, олар істеп жатқан тірліктер дұрыс емес шығар, бірақ ол біздің халыққа басқалайда ақша табуға болатындығын сол месседжді жеткізіп жатыр да. Ол адамдардан курс алсаңдар да алмасаңдар да өздерің білесіңдер, бірақ нақты мықты трейдерларды ары қарай зерттесеңдер тауып, сол арқылы мысалы халықтың общий сауаттылығы дейді ғой, жалпы сауаттылық сол көтеріледі деп ойлаймын. Бизнес тренерларға да ешқандай өкпем жоқ, психологтарға да өкпем жоқ. Керісінше осындай контент көп жасалу керек, көп айтылу керек,
сол кезде халықта вкус пайда болды. Мгм. Неге біздің халық алданып жатыр мошенниктерге, инфо-цыгандарға? Өйткені адамдар тез байығысы келеді. Ол бір потребность біздегі. Кез келген жерге жұмысқа кіресің, 500 доллардан басқа айлық жоқ. Қай салаға болсын кірсең, 500 доллардан бастайсың, ары кетсе 1000 доллар, әлде 1500 долларға барасың. Сол себепті біздің халық тез байығысы келеді, оларды кінәлаудың қажеті жоқ. Инфо-цыгандарға алданып жатса. Жай ғана осындай контент көп болу керек, сол кезде общий халықта вкус пайда болады, ал вкус бар жерде таңдау да бар да. И ең мықтысын таңдайды. Сол себепті де көбірек подкаст түсіру керек саған. Біз алла қаласа контентті көбейтеміз. Өйткені осыған жұмыс жасап жатырмық. Папам ұрсады да маған. Сен ұйықтайсың дейді да күні 3-ге дейін. Қалай ақша табасың дейді. Түсінбейді папам, миына кірмейді ол. Өйткені папам ол таңғы 6-тан кешкі 6-ға дейін өмір бойы мен папамды білгелі бері жұмыс істеп келе жатқан адамды. Бірақ та мен айтамын, мен ұйқыдан тұрамын, папам айтамын, пап, мен бүгін 4 миллион жасап қойдым деймін. Өтірік дейді. Көрсем шығарамын. Папа в шоке. Папам бүйтіп қалады. Бір жылда таппайтын ақшасын жеп. Иә. И сондай ғой, молодец деп қойды. Сөйтіп, Вот соны неге сен түсірмейсің, айтшы. білмеймін, енді түсіреміз. Өйткені нарыққа біз дұрыс информация беруіміз керек, дұрыс направление беруіміз керек, адамдарға пайда тигізу үшін. Жалпы трейдерларда уақыт көп қой. Сол уақытты бір осындай бір контентке, қызықты нәрселерге бір үйретуге, бөлісуге. Иә, мағаны трейдерлерде уақыт көп болғаннан кейін обучение де жасайды, басқасын да жасайды, Иә, жалпы сенде обучение бар екенін мен білемін, естідім 2 жыл бұрыннан бері, и нәтижелерін де көріп жатырмын да. Сол туралы бір қысқаша айтып кетсең, не үшін именно сенің обучениең мықты басқа трейдерлардан? Не себепті? В чем ваша уникальность дейді ғой. Әлібек, мысалы, сен өттің ғой бұның обучениесін. Өзім айтып кетейін бұл жақта. Мен енді былай өзім оқып алдым партнер ретінде, сырт көзқарастан мен айта аламын. Сен ақша төлеп оқыған адамсың. Ақша төлеп оқыдым. Қай жағынан бұның обучениесі мықты, және де не үшін осындай академияларды көбейту керек Қазақстанда? Біріншіден айтайын, басқалар адам саны көп емес та. Просто индивидуально оқытады десек те болады да. Жеке, мысалға, менде бір проблема болып жатыр, мен түсінбей жатырмын. Маған келеді, айтып береді, осы жер осындай. Сен қателігіңмен жұмыс жасайды. Мысалға, үй тапсырмасы беріледі ғой. 10 үй тапсырмасының ішіне менде 9-ы дұрыс емес та. Әр 9-ын маған шұқылап тұрып көрсетіп береді. Не үшін сен мына жерге кірдің, не үшін дұрыс жасамадың дегендей да. Кері байланыс. Вот. Андай ғой. Келесің, и уже бауыр болып кетесің да. Басқалар видео сабақ жібере сала ма сонда? Басқаларды видео сабақ енді байқағаным бар. Потому что таныстар оқығандар бар. Былай енді таныс көшелерден көресің да, енді айтады. Осы мынаны жіберіп жатыр, мынаны көрем, видеоға жібереді. Бір апта бізде онлайн болды, қалған нәрсе болмады. Ал именно сенің обучениеңда барлығы детально, продумано да. Адамның миына жетерлік дейді. Зато тупой адам өзі түсінеді ананышы. Тренерлар мықты болып тұр ғой. Тренер, конечно, мықты. Мынандай ғой, жалпы мен трейдерлардың көбісі енді былай 1-2 курс оқиды да, курс ашып кетеді өзі. Мен түсінбеймін оны. Екіншіден, оларда опыт жоқ. Олардың трейдинг арқылы алған капиталы жоқ, үлкен тапқан ақшасы жоқ. Бір курс оқытатын. Былайша айтқанда бойға шығып көрмеген рингқа, бірақ бокстасуды үйретіп жатыр. Иә, өздері бокстаса алмайды, бірақ бокстасуды үйретеді. ютубтан көріп алған зат. Соответственно, тонкостьтарды білмейді. Білмейді. Содан кейін оның учениктары да таяқ жейді бар. И енді қараңыздар. Не болады? Бокс жаман болады ғой. Бокс жаман. Өтөге трейдинг жаман деген әңгіме келді. Бізде енді үлкен багаж, өте үлкен багаж. Одан кейін біз академия жасайтын кезде мен басында тегін үйреттім. Тегін үйреткен кезде енді өте көп неблагодарный адамдар болды да. Мен содан кейін түсіндім. Мен бір-екі нәрсе қарадым тренингтерден. Айтады, бесплатно всегда не ценится дейді. Сосын бір баға қойдым и методологпен жұмыс жасадық. Мен методологқа трейдингті полный түсіндірдім. Ол бізге айтты, мынаны пошагово жасап берді. И сол үшін де бізге нольмен келе ма адам, опытпен келе ма, бір ай бойы болады ғой обучение. Ана полный түсініп кетеді. Бізде студенттер өздері айтады, сіздер естідіңіздер ғой. Мен дейді, сіз бір нәрсе түсіндіресіз, менде бір сұрақ пайда болады дейді. Сол сұраққа келесі сөзіңіз жауабын беріп тұрады дейді. Одан тағы сұрақ пайда болады, оған тағы жауап беріп тұрады дейді. Оны біз специальный методологпен жасадық та. И сол үшін де Аллаға шүкір прибыльность өте жақсы. Одан бөлек бізде енді мысалы көп трейдерларда жалпы бізде министерстводан алған лицензия бар. Трейдингті үйретуге болады. Трейдингті айналысуға болады. Министерствоға біз бәрін
документтерді бәрін беріп доказательствоны бердік, алты ай күттіңдер, лицензияны алдыңдар. лицензия алдық. Ол басқа ешкімде жоқ. Ол ешкімде жоқ, онда лицензия ешкімде жоқ. Көбісі үйінде отырып алып курс сатады, үйінде отырып алып декреттегі мамаларға тренингтен курс сатады. Мен түсінбеймін. Хиджаб киіп алып, ислам туралы бір екі ауыз сөз айтып, енді Құдай өзі кешірсін, бірақ олай сатуға болмайды ғой. Иә, исламмен манипуляция жасайды көбісі. Манипуляция ретінде қолданады да олар. Альхамдулиллах, астағфируллах, хиджаб киіп. Хиджаб кигендердің көбісі ең қатты алдайтын мен көргенім. Жарайды, біреулер жамандамай ақ Иә, тоғай жалпы. академияның мықты болу себебі біріншіден лицензия, екіншіден договор бар. багаж, опыт және де келісім. Иә, келісім шарт. келісім. Көбісінде жоқ қой ол ше. Короче, біз бұдан үлкен бизнес жасағымыз келмейді. Үлкен бизнес там. Мен без проблем 300-400 студент жинап алуыма болады. Осы жерде бір жақсы сұрақ келеді да. Не үшін обучение жасайсың егер доллар миллионер болсаң, капитал бойынша? Сол сұраққа нақты шын жауап берші. Нақты ма? Екеуміз енді өзара партнеріміз ғой, былайша айтқанда еркекше жауап берші. Не үшін жасайсың обучение? 3 себеп. Бірінші себеп, бізде өте көп уақыт бар. Ол уақытты біз пайда тигізуге арнау керек. Өйткені бұл жерде обмен энергиямен деген нәрсе бар да. Сен ала берсең, сен рыноктан ала берсең, олай ала беруге болмайды да. Сен оны надо шығару керексің, еще бөлісу керексің, беру керексің. Өйткені мен біреуге үйретсем, ол ақша тапса, мен кедей болып қалмаймын. И бұл жерде конкуренция жоқ, бұл бизнес емес. Біз узкий рынокта жасап жатқан жоқпыз ғой. Мынау киім сатты, мынау киім сатты. Содан нан продажа түседі, наныкі де. Бәріміз ақшаны Америкадан аламыз десе. Америка бүткіл әлемнен аламыз, бүткіл нарықтан. Ол, во-первых. Енді екіншіден, бізде өте көп инвестор бар. Сендер білесіңдер, мен 2024 декабрінде маған $4 миллион просто для начала берем деген адамдар болды. Қазір де бар. Мен Дубайға қанша рет бардым, инвесторлар келеді. Ол инвесторлардың қатысы не сонда оқушыларға? Біз былай жасағымыз келеді. Мен шынымды айтайын, егер де мен өзім сол 5 миллион, $10 миллион под управление алсам, мен психологиям көтермейді оны жігіттер. Оны шыны керек ол. Мен оған әлі жетпедім. Бірақ та мен командамен жасасам оны, онда уже көбірек пайда болады. Командаға да, маған да, win-win инвесторға да. Бірақ та мен трейдерлар іздедім. Ондай ақша управлять алатын шынайы трейдер жоқ. Өзінің духы жетпейді былайша. Духы жетпейді. И мен тұрдым, хорошо, біздің ішімізден шықсын онда трейдер. Мен 100 адам алсам, оны фиг 100 адам 100-де ақштап бошайды по идее. Ал мен 10 адам, 20 ғана адам аламыз ба? Бір поток 10 адамнан ғана оқытасың, иә? Иә. Сол 10 адам аламыз. 10 адам индивидуальный подход ғой. Сен 1-2 сағат бойы каждыймен сөйлесіп шыға аласың. Ал сен 300-400 адам болса, сен фиг сөйлесіпсің олармен. Иә, сол 10 адамның 2-3 талантливый трейдер шығады. Біз оны командаға аламыз, переобучаем үлкен ақшамен жұмыс жасауға. Бірінші өзіміз инвестор боламыз, $10 мың, $50 мың, $100 мың. Содан екен ғой да, Әлібек екеуің қазір бір командада вообще. Иә, бізде әлі біраз бала бар. Сіздер білмейтін аутсорстағы балар. Сөйтіп солай жұмыс жасаймыз. Сол арқылы біз ала қаласа үлкен хедж фонд құрғымыз келеді. То есть біз 5 миллион аламыз, бірінші транш, соны бөліп жұмыс жасаймыз. И үшіншісі, мен вниманиені жақсы көремін. Мен инстаграмда адамдар жазғаны, лайк басқаны, анау комментарий жазғаны жақсы көремін. И енді сол үшін мен контент жасаймын да, соответственно. И содан кайф аламын. И енді просто так контент жасай бергенше, оны монетизировать етудің бір түрі бұл еще. Ол по факту келгенде ол еще ақша келеді. Әрине. Бірақ прибыльность курсын білмеймін, басқалар қалай курс арқылы үлкен үй, көлік бір нәрсе алады. Менде әлі шықпады ол. Олар андай ғой, 300-400 адам жинап алады ғой. Сендер 10 адам жинайсыңдар, соответственно, аз ақша түседі, офистарын төлейсіңдер. Одан кейін бір кішігірім таргет бар. Таргет маркеттеріне сонымен кетіп қалады. Әдемі еркекше жауап. Рахмет. Әдемі. Жалпы оны жасыратын түгі жоқ қой. Мен егер курс арқылы бір нәрсе сатып алсам жігіттер, машина ма, үйме, мен айтамын оны. 200 адамға обучение ашамын деп шығатын еңдеш. Иә. Андай ойнатып дейсің ғой, блогерлер сияқты. Иә, машина. Ойнатамыз деп. Қазір мен жаңа анализ айттым ғой, мен мына жерден кірдім, соны шығамын деп ше. Мен тейікке жетіп қалдым. Тейік болса қанша ақша береді саған? $2043. Қазір $1700 беріп тұр, реалка. Вот видите, қазір $1600 беріп тұр. Міне реальный счет, то есть депозит, снятие бәрі бар. Міне тейікке қазір жетсе $2043 береді. Это реальный счет. Сонда бізбен общение істеп, сен $1 миллион жоғары ақша тауып тұрсың, Қазір $800 по факту беріп тұр. Әдемі. Әдемі, иә. Ол жерде эмоция да жоқ, менде уже бұрын эмоцияны бәрін шығарып тастағанбыз. Енді жалпы жігіттер, осындай подкаст көп түсірейік. Қызық тема негізі. Маған да ұнады. Өте күшті.
көп халыққа андай цыгандар дейді ғой, сендердің тілдеріңде айта бермейтін көп нәрсені ашып айттыңдар, мен соған риза болып отырмын. Как андай қалай басында қиналғанын Әлібек айтып кетті, и в итоге одан берілмеу керектігін. Мен енді бастап отқан трейдермін, 10 мың долларға проба өттім, кстати. Өтіп біттім, мен де осы жігіттер сияқты трейдтен ақша тауып отырсам. Алла қаласа. Бұйыртса. Енді жалпы енді подкастымыз онда аяғына келіп қалсын. Егер де біздің жалпы обучениеға жазыламын дегендер тағы да бір адамдар болса, онда просто мынау описанияда астында сілтеме болады. Сол сілтемеге басыңыздар, номерлеріңізді қалдырыңыздар, либо трейдингтен консультация аламын дегендер мен командам жасап береді, без проблем. Өйткені біз пайдамызды тигізсек, біз соған ризамыз. Күн ақталады сол кезде. И сол үшін номерлеріңізді қалдырып кетіңіздер обязательно. Қызық болса. Тегін консультацияға шақырып жатсың, иә? Тегін, иә. Әдемі. Любой сұрағына жауап берсе, жауап миллионерден тегін консультация алғың келсе, форма толтыр дейсің ғой. Енді мен үшін долларовый миллионер ол қалтасында $1 миллион бар адам. Өзін свободный. Капитал саналмайды. Әдемі. Мен сол үшін мен айта алмаймын долларовый. Көбісі долларовый миллионер емес сонда. Әдемі жауап. Сондай ғой. Жалпы енді барлықтарыңызға рахмет. Жігіттер келгендеріне рахмет. Жақсы әңгіме болды жалпы. Все, онда сау болыңыздар.